Армысыздар, құрметті оқушылар. Бүгін біз 5-ші сынып дүниежүзі тарихы пәні бойынша 2-ші тоқсанға арналған қос дөңгелекті арбалар және империялар бөлім бойынша жиынтық бағалаудың номер 3-ші бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдап орындайтын боламыз. Бізде тақырыбымыз қос дөңгелекті арбаның жаңа пайда болу әлемді қалай өзгертті, және таяу және орта шығыстағы ежелгі империялар неліктен қуатты болды, ежелгі орта Азия империялары қаншалық қуатты болды. Оқу мақсаты белгіленген бағалау критериялары. Бірінші тапсырмада төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. Империя дегеніміз не? Үлкен империялардың қалыптасуына қандай жағдайлар әсер етті? Екінші тапсырма ежелгі империялардың шаруашылық жүйесін кестеден сипаттайтын боламыз, құрметті оқушылар. Үшінші тапсырмада кестеге басқыншылық соғыстардың салдарынан әрбір салаға әсерін мысалдармен дәлелдейтін боламыз. Басқыншылық соғыстың салдары шаруашылыққа, мәдени және орта азиялық мемлекеттің құрылуына. Бағалау критериялары, 3 тапсырма, дескрипторлар және барлық жинау қажетті шәкіл балл саны 10. Онда құрметті оқушылар, талдау жұмыстарын бастайық. Бірінші, империя дегеніміз, империя ол латынша билік, үстемдікті мағынаны білдіреді. Жер жүзінің әртүрлі бөліктерінде кен байтақ аумақтарды басып алған ірі отаршыл мемлекетті біз империя деп атаймыз. Енді екінші сұрақ бізде үлкен империялардың қалыптасуына қандай жағдай әсер етті? Үлкен империя қалыптасуына, құрметті оқушылар, жер бетінен көтеріп орналастырған бұл әрине қос дөңгелекті арба. Ол жер бетінен көтеріңкі орналастырған қалыпты арбада отырған садақшы өз нысанына дәл анықтайтын. Қос дөңгелекті арбалары бар әскер жедел қозғалатын және жаңа жерлер мен халықтарды тез бағындыратын. Әскери арбалар осылайша үлкен империялардың пайда болуына мүмкіндік жасады, құрметті оқушылар. Ерекше өнертабыстың бірі ол қос дөңгелекті арба. Қос дөңгелекті арба біздің заманымызда бұрынғы 4-ші және 3-ші мыңжылдықта пайда болды деп есептелінеді. Дөңгелектердің темір сымдары бар 2-4 жылға жегілетін қолайлы көлік түрі. Барлық империялар өздерінің құрылуын әскери экспансия арқылы бастады. Жаулап алулар кезінде адамдар қаза тапты, қалалар күйреді, тұтас мемлекеттер жойылды. Бірақ сонымен бірге территориясының мәдениеттердің, дәстүрлердің бірігуі орын алды. Жаулап алушылар жаңа мәдениеттерін игере отырып, олардың барлық жақсы идеяларды алды және мұндай ассимиляция жаңа талғампаз туындарға келді. Екінші тапсырмада ежелгі империялардың шаруашылық жүйесін кестеде сипаттаймыз. Бұнда империялар бізде Ассирия, Вавилон, Парсы, Хет және Парфия мемлекеттері. Және бұлардың шаруашылық жүйесін жазатын боламыз, құрметті оқушылар. Ассирия қандай шаруашылық дамыды? Негізінен қой, ешкі өсірілді. Жер шаруашылығының ішінде бау-бақша кең таралды. Тау аңғарларының мен беткейлерінде әртүрлі жеміс ағаштары өсірілді. Металл кендері жеткілікті болды. Ассирия маңызды сауда жолдары өтетін аймақ еді. Ассирия жеріндегі ежелгі елді мекендері уақыт келе шағын мемлекеттерге айналды. Суландыру жүйесінің жетілдіруі, жаңа еңбек құралдарының қолданысқа енгізілуі, жүзім шаруашылығының бау-бақша кәсіптерінің дамуына әсер етті. Мал басының саны да арта түсті. Металлургияның дамуы жолға қойылды. Міне, құрметті оқушылар, бізді алдамызда Ассирия қай жерде орналасты, сол алдарымызда бейнеленіп тұр. Дұрыстап танысып алыңыздар, құрметті оқушылар. Бұлардың көршілері Хет патшалары, Вавилон, Урарту. Екінші бізде Вавилон. Вавилонның шаруашылық жүйесі шаруашылығы мен саудаға негізделген. Мұндай экономиканың дамуында мемлекеттің орналасуы әртүрлі салалардың дамуын қамтамасыз етті. Мысалы, Месопотамия мен оңтүстік және солтүстігінде мемлекеттер арасында саудада орталық болып, мемлекет жақын елдермен белсенді саудалай бастады. Вавилонның аумағында жер асты және ирригациялық каналдар желісі арқылы өсімдік өндіру дамыған. Егер жауын-шашын болса, өнімдердің құны шамамен 600 есе жоғары болған, құрметті оқушылар. Келесі Парсы мемлекеті. Парсының шаруашылық жүйесі мал шаруашылығымен, егіншілікпен және қой өрімімен көзге түсті. Парсы жерін Дарийдің кезінде сай келеді. Ол өз теңгесін шығарды. Дүние жүзі бойынша алғашқы теңгені шығарған осы Дарик деген өзі алтын ақшасын шығарды. Олар саудамен қызу айналысқан, теңгенің арқасында сауда дамып етісті. Және мына оң жағында, құрметті оқушыларына, Парсы мемлекетінің территориясы бейнеленіп тұр. Оның хронологиясы бізде біздің заманымызда бұрынғы 558-330 жылы, құрметті оқушылар. Хет патшалығы. Хет патшалығы алда картаға бейнеленіп тұр. Қазір Турция мемлекеті, қазіргі Турция мемлекетінде орналасқан. Хеттардың экономикалық өмірі негізгі ауыл шаруашылығы болды. Хеттар мал шаруашылығына, әсіресе қой шаруашылығына көп көңіл бөлді. Ірі қара мен
жылқы ұстады, бұқаларды соқаға байлады, жылқыларды негізінен әскери істерді пайдаланды. Дәнді дақылдарына негізді арпа, бидайдың әртүрлі сорттары негізінен өсірілді. Келесі бізде Парфия патшалығы. Парфияның ақшасында мына көрсетіп тұр, Арсактың бейнеленген Парфия патшалығы ақшасы бейнеленіп тұр. Және алдарыңызда көрсетіліп тұрған Парфия мемлекетінен Қара теңіздің оңтүстік бөлігінде орналасқан қазіргі Түркменстан жеріндегі Парфия мемлекеті белгіленіп тұр. Парфия патшалығы қандай шаруашылық түрімен айналысты? Парфия иеліктерінде егіншілік көбіне оазис типі шалғайдағы және көшпелі мал шаруашылығы қарқынды дамыды. Патша қазынасын толықтырудың маңызды көзі Үндістан, Қытай және батыс елдер арасындағы керуен саудасы болды, құрметті оқушылар. Үшінші тапсырмада кестеге басқыншылық соғыстың салдарының әрбір салаға әсері мысалдармен дәлел келтірейік. Шаруашылыққа басқыншылық соғыс салдары. Басқыншылық соғыс шапқыншылығын шаруашылыққа тигізген зардаптары ауылдарды өртеп, тұрғындарды қырып салды. Мал мүлкін, малын тастап, алыс таулы аймақтарға немесе көршілес Орта Азия халықтарына қашып кетті. Экономикалық өмір салдарында қалалар мен елді мекендер қирап, бүкіл аймақтағы керуен саудасына орнына толмас зиян келтірді. Мәдениет саласында Ассирияда жасаған шапқыншылық мәдениетінде тигізген зардаптар. Ашурбанипалдың кітапханасы, ол Ниневиядағы 30.000 қанды қағаздар қамтитын кітапханалар болған. Оларда ассириялықтар және вавилондықтар мифтер, құдайлардың шығармалары, мифтер мен шамандулардың сақталған болатын. Басқыншылық соғыс нәтижесінде кітапхана тарих бетінен жойылды, құрметті оқушылар. Орта Азиялық мемлекеттің құрылуына басқыншылық соғыстың салдары көршілес жатқан Орта Азия халықтарының шаруаларына ауыр зардаптар. Орта Азиялық болып мемлекет болып құрылуына кері әсер тигізді. Міне, құрметті оқушылар, біз толық талдау болдық. Қандай да бір сұрақтар болса жазыңыздар, мен әр уақытта сұрақ беруге дайынмын жауап беруге.